Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 40-41 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Days of the week. Аптаның күндері. Exercise number 16. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және де қайтала дейді. Бізде төменгі жақта әр аптаның аттары көрсетілген, соларды айтып өтеміз. Monday, дүйсенбі, Tuesday, сейсенбі, Wednesday, сәрсенбі, Thursday, бейсенбі, Friday, жұма, Saturday, сенбі, Sunday, жексенбі. Exercise number 17. Talk with your friends. Достарыңмен бірге сөйлес дейді. Бұл жерде аптаның әр күнінде баланың не істейтіні жайлы жазылған. Біріншісін оқып көреміз. I tidy my room on Friday. Мен бөлмемді жұма күні тазалаймын дейді. Екінші бала me too. Мен де дейді. Үшінші бала I don't. I tidy my room on Saturday. Ал мен жоқ, мен бөлмемді сенбі күні тазалаймын дейді. Енді әр аптада бала не істейтінін оқиық. Monday, play football. Сөйлем түрінде жазатын болсақ, I play football on Monday. Мен дүйсенбі күні футбол ойнаймын. Екіншісі, Tuesday play the guitar. Сөйлем түрінде жазамыз, I play the guitar on Tuesday. Мен сейсенбі күні гитарада ойнаймын дейді. Үшінші, Wednesday visit my grandparents. Сөйлем түрінде жазамыз, I visit my grandparents on Wednesday. Мен сәрсенбі күні ата-әжеме барамын дейді. Үшіншісін оқимыз. Thursday, play with my friends. Сөйлем түрінде жазамыз. I play with my friends on Thursday. Мен бейсенбі күні достарыммен бірге ойнаймын. Келесі Friday, tidy my room. Сөйлем түрінде I tidy my room on Friday. Мен жұма күні бөлмемді тазалаймын. Saturday, go fishing. I go fishing on Saturday. Мен сенбі күні балық аулауға барамын. Sunday, go camping. I go camping on Sunday. Мен жексенбі күні лагерь құруға барамын. Келесі study spot. Our favorite day is Sunday. We go to the park. We don't play football. We ride our bikes. Do you go to the park on Sunday? Біздің сүйікті күніміз жексенбі. Біз паркке барамыз. Біз футбол ойнамаймыз. Біз велосипедпен жүреміз. Сіз жексенбіде паркке, яғни саябаққа барасыз ба? Деп сұрап тұр. Exercise number 18. Read and answer. Оқы және де сұрақтарға жауап бер. Бірінші суретке қараймыз. We go to the park on Sunday. Біз жексенбі күні саябаққа барамыз. Енді сұрақты оқимыз. Do Dana and Айдар tidy their rooms on Sunday? Дана және Айдар жексенбі күні бөлмелерін тазалайды ма? Жауап береміз. No, they don't. They go to the park on Sunday. Жоқ, олар тазаламайды. Олар жексенбі күні саябаққа барады. Келесі суретке қараймыз. We listen to music on Saturday. Біз сенбі күні музыка тыңдаймыз, яғни өлең тыңдаймыз. Сұрақты оқимыз. Do Әсел and Сәуле go to the school on Saturday? Әсел мен Сәуле сенбі күні мектепке барады ма? Енді сұраққа жауап береміз. No, they don't. They listen to music on Saturday. Олар бармайды. Олар сенбі күні музыка тыңдайды. Үшінші суретке қараймыз. We watch TV on Friday. Біз жұма күні телевизор көреміз. Сұрақты оқимыз. Do Ұлан and Дамир ride the bikes on Friday? Ұлан мен Дамир жұма күні велосипедпен жүреді ма деп сұрап тұр. Жауап береміз. No, they don't. They watch TV on Friday. Жоқ, олар жұма күні теледидар, яғни телевизор көреді. Exercise number 19. Read the correct. Оқы және де дұрыста. Бірінші сөйлемді оқимыз. Liam doesn't play the guitar. Don't дегеннің орнына doesn't қойылады. Енді біз ережені еске түсірейік. I, you, we, they болған кезде do және де болымсыз түрі don't болады. Ал егер де сіздерде he, she, it болса does
болымсыз түрі doesn't болады. Және де is жалғанады. Енді бұл тапсырма бойынша біз қарамен жазылған сөздерді дұрыс формасына келтіріп жазуымыз қажет. Бірінші сөйлемді оқыдық. Liam doesn't play the guitar. Liam бізде he дегеннің орнында тұр, сол себептен doesn't қолданылады. Liam doesn't play the guitar. Енді екінші сөйлемді оқимыз. Where does they go on Friday? Бұл жерде біз does'дың дұрыс формасын келтіруіміз керек. Бұл жерде бізде they болған кезде ережені еске түсірейік, бізде do болады. Дұрыс сөйлемді оқимыз. Where do they go on Friday? Does'дың орнына do болады. Енді келесі сөйлем. Үшінші, what time do you get up? Бұл жерде you болған кезде s болмайды. Сол себептен дұрысы what time do you get up? Төртінші сөйлем. Lily drink milk in the morning. Енді біз қарамен жазылған сөзді дұрыс формасына келтіруіміз қажет. Lily бұл жерде she формасында тұр. Яғни she болған кезде бізде s жалғанады. Lily drinks milk in the morning. Бесінші. Lily and Charlie doesn't like burgers. Дұрыстаймыз. Lily мен Charlie бізде екі адам болғандықтан they орнында тұр. They don't like burgers болады. They болған кезде бізде don't болады. Алтыншы. They play football every day. They болған кезде бізде s жалғанбайды, яғни they play football every day болады. Жетінші. Does you play the violin? Яғни you болған кезде бізде ережені еске түсіреміз, do болады. Do you play the violin? Сегізінші. He don't go to school on Sundays. Ережені еске түсіреміз, he болған кезде бізде don'тың орнына doesn't болады. Тоғызыншы. We get up at 7 o'clock. Бұл жерде s жалғанып тұр. Біздің ереже бойынша we болған кезде get up. We get up at 7 o'clock. Оныншы. He watches TV in the afternoon. Бізде he болған кезде es немесе c жалғанады. Бұл жерде he watches TV in the afternoon. Енді сөйлемдерді аударамыз. Бірінші. Liam doesn't play the guitar. Liam гитара ойнамайды. Екінші. Where do they go on Friday? Жексенбі күні қайда барасыңдар? Үшінші сөйлем. What time do you get up? Сен қай уақытта тұрасың? Төртінші. Lily drinks milk in the morning. Lily таңертең сүт ішеді. Бесінші. Lily and Charlie don't like burgers. Lily мен Charlie бургерді ұнатпайды. Алтыншы. They play football every day. Олар күніге футбол ойнайды. Жетінші. Do you play the violin? Сен скрипкада ойнайсың ба? Сегізінші. He doesn't go to school on Sundays. Ол жексенбі күні мектепке бармайды. Тоғызыншы. We get up at 7 o'clock. Біз сағат 7-де тұрамыз. Оныншы сөйлем. He watches TV in the afternoon. Түстен кейін ол телевизор, яғни теледидар көреді. Exercise number 20. Let's play. Ойнайық дейді. Бұл жерде көрсетілген сөздерден біз сөйлем құрастырып шығуымыз керек. Бірінші сөйлемді оқимыз. We go to a cafe for dinner on Monday. Дүйсенбі күндері біз кешкі ас ішуге кафеге барамыз. Енді кестедегі does, Sunday, brushes сөздерінен біз сөйлем жазуымыз қажет. Екінші сөйлем. Does Laura brush her teeth on Sunday? Жексенбі күндері Лаура тісін тазалайды ма? Үшінші кестеде don't, o'clock, bed сөздерінен сөйлем құрамыз қажет. Үшінші сөйлем. We don't go to bed at 10 o'clock. Біз сағат 10-да ұйықтамаймыз.